сәлеметсіздер ме құрметті әріптестер, сіздерге бейнеролик соңында тақырыпқа сәйкес әрі НКТ-да кездесетін тест сұрақтары беріледі. Педагогика пәні және оның міндеттері. Педагогика термині көне грек тілінен шыққан пэйда – бала, гогик – жетектеу, бала жетелеу деген мағынаны білдіреді. Ежелгі Грецияда оқу үйренушілердің балалары мектепке жетектеп алып келетін құлдарды педагог деп атаған. Кейінірек педагогтар деп балаларды оқытумен, тәрбиелеумен айналысатын адамдарды атай бастады. Педагогика әуел бастан-ақ балалар тәрбиесі жайындағы ғылым болып қалыптасқан. Қоғамда тәрбиенің рөлі артқан сайын педагогика тек қана бала тәрбиесі жайындағы ғылым деп шек қою дұрыс болмады. Сондықтан педагогика жалпы адам тәрбиесі жайындағы ғылым. Педагогиканың ғылым-таным саласы тәрбие. Педагогика қоғамдық өмірдегі тәрбиенің мәні мен рөлін анықтайды. Педагогиканың ғылым ретінде негізін салған чех халқының ұлы педагогы Ян Амос Коменский. Оның ұлы дидактика атты еңбегі ең алғашқы ғылыми педагогикалық еңбек болып табылады. Әрбір ғылымның өзінің белгілі бір ұғымдары немесе категориялары болады. Педагогика негізгі мынандай үш ұғымы бар: тәрбие, білім беру, оқыту. Тәрбие дегеніміз не? Тәрбие – жастарды әлеуметтік өмірге және еңбекке даярлау, оларға қоғамдық тарихи тәжірибені үйрету процесі. Тәрбие екі мағынада қолданылады. Тәрбие термині әрдайым тар мағынада тәрбиеші тәрбиелейді, кең мағынада өмір тәрбиелейді деп қолданылады. Тар мағынада тәрбие деп мұғалімнің, тәрбиешінің ата-аналармен бірігіп мақсатты түрде жүргізілетін тәрбие жұмыстарын айтады. Тәрбие кең мағынада табиғат пен әлеуметтік ортаның, мектеп пен ата-аналардың, бүкіл бұқараның тұлғаның дамуы мен қалыптасуына ететін ықпалы деп түсіну керек. Білім беру ұғымын ең алғаш рет педагогикаға енгізген швейцар педагогі Песталоцци. Песталоцци бастауыш білім беру теориясын немесе элементарлы білім беру теориясының негізін қалады. Білім беру деп табиғат және қоғам жайында ғылымда жинақталған білім жүйесін жеке адамның меңгеруін және оны өмірде тиімді қолдана білуін айтады. Оқыту – білім берудің негізгі жолы. Оқыту – оқытушы немесе мұғалім мен оқушылардың бір мақсатқа бағытталған өзара біріккен іс-әрекеттері, сондықтан ол екі жақты бір текті процесс. Педагогиканың негізгі үш ұғымы бір-бірімен байланысты, бір-біріне тәуелді. Өйткені біз балаларға оқыта отырып білім береміз, білім бере отырып тәрбиелейміз, тәрбиелей отырып білім береміз. Педагогика ғылымы басқа ғылымдардың жетістігіне сүйене отырып төмендегідей міндеттерді шешеді. Жастарға тәрбие мен білім берудің мақсаты мен міндеттерін, мазмұны мен принциптерін, формалары мен әдістерін анықтап жетілдіреді. Тәрбиесінде мектеп, отбасы және жұртшылықтың рөлі мен бірлігін анықтайды. Жалпы кәсіптік политехникалық білім берудің практикасымен байланысын зерттейді. Озат педагогикалық теориялар мен тәжірибелер таратып, оларды оқу-тәрбие барысында шығармашылық пен пайдаланудың тиімді жолдарын іздестіреді.